Бас прокуратура жанынан құрылған қоғамдық кеңес ел аумағында азаматтардың құқығы мен заңдылықтың сақталуына қызмет етеді. Бүгін аталған кеңестің жаңартылған құрамының алғашқы отырысында Асхат Дауылбаев осылай деді. Бас прокурордың айтуынша, кеңес бірінші кезекте прокуратура қызметіне қоғамдық бақылауды күшейтуге күш салады. Бұл ретте ведомство төрағасы кеңес мүшелерінің прокуратураның кез келген құрылымдық бөлімшелерімен қоян қолтық қызмет етуіне ешқандай кедергі болмайтындығын атап өтті. Әсіресе қоғамның қызу талқысына түскен оқиғалардың ақ қарасын ажыратуда кеңес халық пен құрылымдық күштер арасындағы көпір іспеттес болуы тиіс. Айта кетейік, кеңес 2009 жылдан бері жұмыс істейді. Оның жаңартылған құрамына белгілі қоғам қайраткерлері, депутаттық корпус, сондай-ақ ақпарат құралдары мен үкіметтік емес ұйым өкілдері кірді. Кеңес төрағасы болып мәжіліс депутаты Қуаныш Сұлтанов сайланды. Бұл осы прокуратура органдарының өзінің демократиялана түсінуі деген сөз. Қазіргі біздің тәуелсіздік мемлекетіміздің өзінің жалпы өркендеу болашақтағы жаңа қоғамдық қарым-қатынастарға қарай бой түзегеніне қарап, бұл прокуратураның өзінің міндеті де сапалы өзгерістерге ұшырап отыр. Ол адамның құқын қорғау.